Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта Pinduoduo сайтындағы ең үлкен, ең керемет, таң қалатындай фишкамен бөлісетін боламын. Мен ең алдымен заметки бөліміне өзім дайындаған текстті саран еткен болатынмын. Яғни мен бренд товарларды және де осы жылғы, алдыңғы жылғы товарлар сатылым саны қанша, Европа, Америка стиліндегі, корейский стилдегі киімдерді қалай іздейміз, оны қандай сөздермен іздейміз, фишкалары қандай, сол жайлы ашық бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіз, себебі мен алдағы уақытта көптеген Қытай сабақтары мен сайттарының көптеген қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Ендеше сабағымызға кірісейік. Мен сіздерге заметки бөліміне кіріп, дәл осы суретті видеоның соңына қоятын боламын. Мына инс деген сөзді копировать етіп алам. Енді осы сөзді мына поисқа жазамда. Яндекс переводчикқа мен аяқ киімді аударып, яғни Қытай тіліне аударатын боламын. Дәл осы 3 иероглифті мен бағана инс деген сөздің жанына қоям. Енді істейтін болам. Дәл осы маған аяқ киімнің көптеген бренд және де көп сатылымға шыққан аяқ киімдерді шығарып берді. Экранда қарап отырсаңыздар, мына қара значок бренд деген, оригинал деген мағынаны береді. Дәл осы аяқ киімдердің, яғни көптеген ассортименттерін шығарды. Мына жерде сөздер түрі Қытай иероглифтарымен және сандармен. Сіздерге түсінікті болу үшін Яндекс переводчикқа салып аударатын болам. Мен қайтадан Яндекс переводчикқа кірем. Яғни мына жерде өздеріңіз көріп отырсыздар, маған корейский стилдегі аяқ киім керек болып тұр. Яғни 4-ші қатардағы сөз таңдаймын. Маған осындай көшкі ашылды. Экранда корейский стилдегі аяқ киімдер шығарылды. Бұл бірінші фишка. Енді сіздерге екінші фишканы бөлісетін боламын. Ол Америка, Европадағы стилдегі киімдерді қалай іздейміз. Мен қайтадан заметки бөліміне кірем. Мына жерде Европа және Америка деген сөздің жанында 2 иероглифтен тұрған Қытай сөз тұр. Осыны скопировать етіп алып, дәл осы поисқа қоям. Поисқа қойғаннан кейін мен Яндекс переводчикқа өзіме керек товарды жазатын болам. Маған әйелдер киімі керек. Орыс тілімен аударатын болайын. Женская одежда. Маған аударылды. Дәл осы сөзді скопировать етіп алып, мына сөздің қасына қоям. Маған осы Европа, Америка стиліндегі киімдерді экранға шығарып берді. Сіздер де дәл осындай фишканы қолданып көрсеңіздер болады, егерде керек болса. Бұл екінші фишка. Енді үшінші фишкамен бөлісетін болам. Мына жерде товар, яғни үйге керекті заттар. Осыны скопировать етіп алып, мен бағанағы Pinduoduo сайтындағы поисқа қоям. Қойғаннан кейін маған үйге керекті заттарды Қытай тіліне аударам. Товары для дома. Маған аударылды. Енді осы сөзді
мына сөздің жанына қоямын. Маған үйге керекті заттардың көптеген ассортименттері, ай сайын сатылатын саны көп товарларды экранға шығарды. Яғни үйге не керек, соның барлығын маған шығарып берді. Бұл үшінші фишка болатын. Енді сіздерге төртінші фишкамен бөлісейін. Маған 2022 немесе 2023-2024 жылдағы қандай өтімді товарлар болды осы Pinduoduo сайтында, соның барлығын маған экранға шығарады. Мәселен, мынандай гаджеттар, кофточкалар, осының барлығы 23-24 жылда көп сатылған заттар екен. Көптеген ассортименттер маған шығарып берді Pinduoduo сайты. Негізі біз білмейтін Pinduoduo сайтының көптеген фишкалары бар. Мен қандай да бір сабақты, яғни қандай да бір нәрсені сіздерге каждый детальмен ашық түсіндіремін. Себебі түсінбей қалмас үшін. Pinduoduo сайтындағы бүгінгі сабақта түсіндірілген 5-ші фишка. Яғни маған корейский стильдегі товарлар керек. Қандай да бір товар болсын, қайтадан заметки бөліміне кірем. Дәл осы жерде мына Қытай иероглифін мен скопировать етіп алып, Pinduoduo сайтындағы поискқа қоям. Маған корейский стильдегі көптеген товарлар шығарып берді, көбінесе рубашка товарларды шығарып берді. Қарап тұрсаңыздар, өте сәнді, керемет, көзге жағымды, нәзік көрінетін киімдер екен. Тіпті аяқ киімге дейін. Аяқ киімдері ерекше екен. Сіздерге видео пайдалы болса, таныстарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер, және де каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша арнайы сабақ түсіретін боламын. Видео пайдалы болса, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.